Ассалаумағалейкум қырандар, қалайсыздар? Сіздермен бірге 14 жылдық тәжірибесі бар ОБТ эксперті Шүкір Әлімхан. Біз контекст талдауды ары қарай жалғастырамыз. Кезекті контекстіміз музыкалық тізбек деп аталады екен. Өте керемет контекст. Мәтінімен танысып алайық. Музыкалық тізбек. Музыкалық тізбек ноталар мен дыбыс жиіліктер арасындағы байланыс. Бірінші октаваның ля нотасының жиілігі B0 450-ге тең, 450 Гц-қа тең деп алынады. Оң жаққа қарай әр келесі нота жиілігі Q тең 12 дәрежелі түбір астында 2, яғни жоқталған мәні 1,6 есеге артады. Ал сол жаққа қарай Q есеге кемейді дейді. Мен жаңа суретті бір зерттеп шықтым. Мұнда бізде кішкене ағаттық кеткен екен. B1 дегеніміз мынау міне. Ля, иә. Сосын B2, B3, B4, B5 мынаған келеді. До диезге. B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 деген C. Ары қарай енді B1 болса B2, B3, B4, B5, B5-іміз фаға келеді. B6, B7, B8, B9-ымыз до диезге келеді екен. Суретте кішкене ағаттық бар екен. Қазір сол нәрсені ескеретін боламыз талдау барысында. Сұрақ: бірінші октаваның ля диез нотасының жиілігін табыңыз. Так, бізде B1 деген лядан басталатын еді. Так, лядан басталатын еді, лядан. Енді бізге бірінші октаваның ля диез дейді. Қарайық, бізде ля диез деген қайда? Бірінші октавада ля диез деген дәл жанында тұр. Яғни бізде ля B1 болса, ля диезіміз не болады? B2 болады. Демек біз бұл жерде жалпы түсінген шығармыз есепте геометриялық прогрессиямен кетіп барадыр ғой. B2-ні табу үшін B1-ді Q-дің мәніне көбейтетін боламыз. Бізде B1-дің мәні 450 Гц, көбейту 12 дәрежелі түбір астында 2. Демек А жауабы дұрыс болатын оп-оңай көруге болады. Бұл есеп жалпы жеңіл. Түсінікті болса ары қарай жылжиық. Екінші сұрағымыз: екінші октаваның до нотасының жиілігін бүтінге дейін дөңгелектеңіз. Жақсы. Екінші октава мұнда тұр. Бұның ішінде до деген нота бізде мына жерде тұр екен. Енді қарайық. Ля B1 болса, ля диезіміз B2 болады. Си B3 және до B4 болады екен. Яғни бізде B4-ті табу үшін не істеу керек? B1-ді Q-дің кубына көбейту керек бізде. Яғни B1-іміз бізде 450, оны Q-ді біз бірден жоқталған мәнін алайық. 1,6-ның 3 дәрежесі, яғни 450-ді бұтта 1,06-ға 3 рет көбейтетін боласыздар. 1,06, 1,06, 1,06 деп 3 рет көбейтеміз. Жауабымызды бір тексеріп қойайық. Калькулятордан көмегіне жүгінеміз осы жерде. 450 көбейту 1,06, көбейту 1,06, дәл солай көбейту 1,06. Сонда 535-те, так, 535 бүтін 10.9572 деген жауап шығады екен. Андай жауап калькулятордан қарап отырып жазып қойайық. 535 бүтін 10.9572. Енді біз бұны жоқтайтын болсақ, дөңгелектейтін болсақ, 536 деп дөңгелектенеді екен. Демек есептің жауабы осылайша шығады екен. Есеп түсінікті болса ары қарай жылжимыз. Мұқият түсініп алыңыздар. Егер есептің жеңілін түсінбесеңіздер, ары қарай күрделенген кезде сұрақтар қиналатын боласыздар. Сол үшін аспай қарап алыңыздар. Түсінікті болған жағдайда ғана келесі сұраққа жылжыңыздар. Келесі: жиілігі 900 Гц болатын нота қандай? Енді біз қандай да бір BN деген нотаны табуымыз керек. Біз B1-ді Q-дің бір N-1 дәрежесіне көбейткен кезімізде жиілігі 900-ге тең болу керек екен. Біз BN-ның 900 екенін білеміз. B1 есептің шарты бойынша 450, көбейту Q-ымыз бізде 12 дәрежелі түбір астында 2 тұғын. Осының N-1 дәрежесі тұғын. Енді біз 450 сол жақ бетіне бөлуді өткізсек, 900-ды 450-ге бөлсек, тең болады 12 дәрежелі түбір астында 2-ның сыртында N-1 дәрежесіне. 9-ды 450-ге бөлсек біз 2 болатын білеміз ғой, дәрежесіне 1 бар жазылмайды негізінде. Ал мынау 2-ның, так, бізде N-1 бөлу 12 дәрежесі, дұрыс па? Өйткені түбірдің дәрежесі бөлшектің бөліміне, ал санның дәрежесі бөлшектің алымына кетеді. Ары қарай біз осы негіздері бірдей болғаннан кейін негіздерін қалдырып кетіп, дәрежелерін теңестіріп алсақ, 1 тең N-1 бөлу 12-ке. Пропорциямен 12 тең N-1-ге, -1 сол жақ бөлігіне түсек, 13 шығады. N тең 13-ке. Демек 13-ші мүшесі екен. Енді біз санайық оны, қараңдар. Бізде ля деген 1 еді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 және 13.
Демек бұл екінші октавадағы ля нотасы екені. Демек біздің берілген тұрған жауабымыз өте дұрыс екен оқушылар. Идеясын түсініп алдыңыздар ғой? Мынаған калькуляторға 1/106-ны қойып жіберіп шатасып қалып жүрмеңіздер. Осылайша жылдам шығарады екенбіз есепті. Жалпы білесіздер ғой, ботта есептен шығарылу ұзақтығы 1 минут ұзақ кетті дегенде 1,5 минуттан аспайды жалпы оқушылар үшін. Келесі сұрақ, екінші октаваның соль нотасының жиілігінің бірінші октаваның соль нотасының жиілігіне қатынасын табыңыз. Жақсы. Бізде ля бірінші нота болса, алдымен екінші октаваның соль нотасында болық 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және 11. Осыдан тоқтаймыз. Яғни бізде B11 екен. Бізден табуымыз керек. B11-дің неге қатынасын табуымыз керек. Қазір мына солға қарай кетсе қараңыздар. Мынау 1 болса, мынау 2 болады, мынау 3 болады. Яғни біз сол жақтан үшіншісі. Біз бүйтейік, бұны сол жақтан B3 деп қояйық та, бұның төбесіне бір белгі болып қойғандай белгі. Яғни солға қарай кеткен деген белгі болып қойғанда. Енді бізде B11 табу үшін істейміз. B1-ді Q-ның 10 дәрежесіне көбейтеміз. Ал B3 табу үшін біз B1-ді бөлеміз Q-дің 2 дәрежесіне, яғни 2 рет солға қайтарамыз ғой. Есептің шарты бойынша солға қарай кеткен кезде бөлінеді делінген бізге. Жақсы. Мұнда қазір біз B1 көбейту Q-дің 10 дәрежесін бөлсек B1 бөлу Q квадратқа. Ары қарай бөлуді көбейтуге айналдырған кезде B1 Q-дің 10 дәрежесі көбейту Q квадрат бөлімінде B1 қала қояды. Яғни B1-лер қысқаратын болса, Q-дің 10 дәрежесі мен Q-дің 12 дәрежесі, 2 дәрежесінің көбейтіндісі бізде негізі бірдей, дәреже көрсеткіштер әртүрлі өрнектер көбейтілсе, дәрежелер қосылады деген ереже бар. Яғни Q-дің 12 дәрежесін береді. Енді біз Q дегеніміз 12 дәрежелі түбірасында 2 екенін білеміз ғой. Оны 12 дәрежелеген кезде 12 дәрежемен 12 дәрежелі түбіріміз қысқарып 2 деген жауапты бере қояды деген оп-оңай. Демек бұл сұрақтың жауабы 2 болады екен. Сұрақ түсінікті болып жатыр ма оқушылар? Мұқият асықпай қарап аламыз. Мынау жақсы бір есеп, албетте егер сіздерге келіп қалса 5 ұпай қанжығаға байлайсыздар. Ал өздеріңіз шығарсаңыздар, мүмкін бұны талдауда қарамаған болсаңыздар, шатасып кету қаупі жоғары есептердің бірі болып саналады бұл. Келесі, екінші октавадағы барлық ноталардың жиіліктерінің қосындысын 100-ке дейін дөңгелектеңіз. Жақсы. Бізде екінші октавада қанша нота бар? Біз былай істейікші. Лядан бастап нөмірлейік. Бізде ля бірінші еді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Екінші октавадағы си нотасына дейін жалпы 15 нота бар екен. Бірінші октавадағы лядан бастап санағанда. Енді бізге екінші октавадағылардың қосындысы керек қой. Былайша айтқан кезде B4-тен бастап 15-ке дейінгілердің қосындысы керек. Оқушылар 4-тен бастап 15-ке дейін қосындыны табу керек. Енді бұны қалай табамыз біз? Бұны былай жасаймыз, қараңыздар. Мұнда бізде басында бізге 1, 2, 3-тер керек болмай тұр ғой. Біз мұнан жалпы тауып алсақ, бұл жалпы бізге S15-ті береді геометриялық прогрессияның қосындысы бойынша. Және осының бізге қажет емес бөлігі S3. Демек біз 4-тен 15-ке дейінгі қосындыны табу үшін S15-тен S3-ті азайтсақ болады екен. Бізде S15 деген қалай? B1. Жақшаның ішінде Q-дің 15 дәрежесі минус 1 бөлімінде Q минус 1. S3 дегеніміз B1. Q-дің 3 дәрежесі минус 1 бөлімінде Q минус 1. Формула бойынша. Енді бізде қарасаңыздар, екі ортақ бөлімге келіп тұр. Q минус 1. Екеуінен де B1-ді жақшаның сыртына шығарып жіберсек, не қалады бізде? Q-дің 15 дәрежесі минус 1 болмаса, бірінші жазылайықшы былайынан, минус B1, Q-дің 3 дәрежесі минус 1 деп. Енді екеуінен де B1 жақшаның сыртына шығарайық. B1 жақшаның сыртына шықсын. Ішінде Q15 минус 1 минус Q-дің 3 дәрежесі, ал мына минус пен мына минустың плюс болып кетеді, ұмытып кетпеңіздер, плюс 1 болып кетеді. Бөлімінде Q минус 1. Минус 1 мен плюс 1-ді жойып жіберсек. Жақсы. Бізде сонда қандай өрнек қалды? Бөлшек. Алымында B1 жақшаның сыртында ішінде Q-дің 15 дәрежесі минус Q-дің 3 дәрежесі. Бөлімінде Q минус 1. Бұдан ары қарай B1 мына екеуінен жақшаның ішінен Q-дің 3 дәрежесін шығаруға болды. Сол кезде жақшаның ішінде Q-дің 12 дәрежесі минус 1 қалады. Бөлімінде Q минус 1 болады. Енді осы жерден ары қарай біз орнына қойсақ, жалпы бізде Q-ді қалай берген тұғын есептің шартына мұнда жазып қойық. Q тең 12 дәрежелі түбірасында 2 немесе оның жуықталған мәні 1/106 деп берген тұғын бізге. Мен былай жасайын. Мұнда B1-дің орнына 450-ді қоям. Көбейту
Q-дің орнына 1,106-ның 3 дәрежесі. Жақшаның ішінде 12 дәрежелі түбірасты 2-ның сыртында 12 дәреже. Сол кезде номинал қысқарады, бізге 2-ні береді. Жанында азайту 1 тұрса, демек мына бір күрделі жақшамыздан 1 деген сан шыға салады екен оқушылар. Ал бөліміне 1,106 минус 1 деп қойын. Тең. Онда жалғастырайық. Бізде не қалды қазір? 450 көбейту 1,106-ның 3 дәрежесі бөлімінде 0,6 болады. Жақсы. Біз осы жерден калькулятордың көмегін қолдана салайық. Ал мұндана жақшаны түсіндіңіздер ғой, 12 дәрежелі 2-ні 12 дәрежелі түбір астында 2-ні 12 дәрежелеген кезде түбірдің мен санның дәрежесі қысқарып 2-ның өзі қалды. Біраз айтқан кезде жақша жалпы 1 болып кетті. Сол себептен жерге жазбадық, немесе былай көбейту 1 деп қойсақ та болады. Түсінбей қалмау үшін. Тағы да калькулятордың көмегі. Біз 450-ді 1,06-ға 3 рет көбейтеміз. Бұдан алдыңғы негіз бұдан алдын есептегенбіз. Соны алсаңыздар болады. Артқа айтып, сөйтіп бөлеміз бұны 0,100-ден. Мұнда қате кетіп қалыпты, 0,6 емес, 0,100-ден 6, яғни бөлеміз 0,100-ден 6-ға. Сол кезде жауап былай шығады екен. 8932,100-ден 62 шығады екен. Енді бізде 100-ке дейін дөңгелектеңіз дегенде, яғни санның 100-дігінен кейін ары қарай нөлдер тұру керек. Демек бұл жоқталған кезде 8900 болады. Егер 950 немесе одан артық болғанда 9000 деп жоқтайтын еді. Бізде 8950-ден аз болғаннан кейін бұл 8900 деп жоқталады. Демек дұрыс жауабы, бірінші тұрған жауабымыз дұрыс болады екен. Керемет, өте керемет есеп екені. Мына есепті мен жалпы контексттердің деңгейін бағалайтын болсам, күрделі контекстте болдым. Біраз оқушылар шатасып кетеді, жаңа геометриялық прогрессияның қосындысының формуласы, немесе кейбіреулер жаңа 12 дәрежелі түбірасты 2-ні 12 дәрежелеп қысқартудың орнына 1,06-ны 12 рет көбейтіп қолдануы мүмкін, уақыттан ұтылып қалуы мүмкін. Бізде ұбытта әрбір секунд саналы, сол үшін тиімді жолды пайдалануға тырысыңыздар. Жақсы, сіздермен бірге болған 14 жылдық тәжірибесі бар ОБТ эксперті Шүкір Әлімхан. Каналға тіркеліп қойыңыздар, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыздар, және мұнда менің Instagram парақшам тұр. Instagram парақшама тіркеліп кетіңіздер, және ОБТ-та сіздерге жаңадан бір мәтіндер кездессе, Instagram парақшама жіберсеңіздер, сіздермен бірге талдайтын боламыз. Қош, сау болыңыздар.